Сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі рецепт сіздермен осындай дәмді керемет болып шығатын гречка тамақтың рецептімен бөлісемін. Каналыма подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Бізге қажет ет, сәбіз, пияз, чеснок. Және гречканы алдымен жуып алдым. Жақсылап тұрып жуып тазалап аласыздар. Енді қазанымызға май құйып, майды қыздырып, пиязымызды саламыз. Пиязымызды салып қуырамыз. Енді үстіне етімізді салып қуырамыз. Әбден қуырып аламыз. Жуамен етімізді. Үстіне чеснок салып қуырамыз енді. Үстіне енді морковь саламыз. Қара бұрыш саламыз. Барлығын осылай жақсылап араластырып қуырамыз. Дәміне қарай тұзымызды саламыз. Әбден араластырып жақсылап қуырамыз. Енді үстіне үлкен ас қасық пен 2 ас қасық томат саламыз. Томатты салып, жақсылап араластырып, қуырамыз. Жақсылап қуырып алдық. Енді үстіне салқын су құямыз. Астын қатты көтеріп, бір қайнатып алып, астын басамыз ет піскенше. Қайнады. Енді гречкамызды салып, араластырып, бір 5 минутқа қайнатамыз да қақпағын жауып бұқтырамыз жай отта. Осымен біздің гречка тамағымыз дайын болды. Өте дәмді, керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын.